Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз Қазақстандық әлеуметтік ахуал немесе Махатхир дилеммасы. Қазақстандағы дәл қазіргі саяси әлеуметтік жағдай 1969 жылғы Малайзиядағы саяси әлеуметтік жағдайға қатты ұқсайды. Малайзияда 1969 жылы Қытайлар мен ағылшындардың билігі күшті болған. Оккупанттардың билігі бұқара халықты әбден шаршатып жіберген. Қай оккупант болса да жергілікті халыққа жақсылық алып келмейтінін тарих растап отыр. Елдегі барлық қаржы мен бизнес секторлары Қытай мен ағылшындардан келген инвесторлардың осында болды. Ал бізде қалай? Біздегі мұнай мен жер асты ресурстарының аса көп бөлігі қытайлықтар мен ресейліктердің, басқа да шетелдік инвесторлардың осында кетті. Сонымен қоса Малайзияда жер ресурстары да, ауыл шаруашылығы да өзге ұлттар мен келімсектердің қолында болды. Ал біздегі қазіргі қазақ баласының істеп нәпақасын тауып жатқан сала құрылыс саласы. Біздегі құрылыс саласы түріктердің, кәрістердің, қытайлардың үлесіне өтіп кеткен. Ал арада өріп жүрген посредниктердің барлығы да түріктер. Жай ортада жүріп, олар қазақ баласының несібесін уыстап алып отыр. Біз бұл келімсектерді қалай ысырып шығара аламыз? Біздің оған жоспарлы түрде жасалған саяси тактикалық қадамдарымыз бар ма? Міне, мәселе сауатты тактикалық қадам мен жоспарда. Оған білімде, қабілетте, жігерде, мінезде біздің тарапымыздан жетіспей отыр. Бұл өте өзекті мәселе. Бізге де Малайзиядағы 1969 жылғы тактикалық саяси қадамдарды зерттей отырып, жоспарлы түрде іске көшетін уақыт келіп отыр. Меніңше бұл қазіргі көзі ашық, талабы таудай, ұлттық потенциалы жоғары жастардың еншісінде тұр. Біздің қазіргі толқын бұл миссияны жүзеге асыруға дайын. Тек бастаманы күтіп, күреске сауатты дайындалу керек. Біздегі тек ұлттық менталитет қана олармен салыстырғанда өзгешелеу болмаса, басқа әлеуметтік теңсіздік пен салғырттық өз қолындағы үлесін өзгеге үлестіріп отырғаны. Саяси әлеуметтік реформалардың жүргізілмеуі қазіргі жағдайлармен өте ұқсас. Малайзиядағы да кезінде билікті басып алуға коммунистік узурпаторлармен халықты қанаушы тап отырған. Халықты сауатсыздандыру реформалары үздіксіз жасалған. 1969 жылы бұл елде нәсілдік қақтығыстардың, діни алауыздықтың, ұлттар арасындағы кикілжіңнің оты бұрқ еткен. Ал діни алауыздық пен өзге ұлттардың әлеуметтік жағынан үстемдігі дәл қазіргі біздегі жағдаймен ұқсас. Ел әлеуметтік теңсіздік пен хаостың ортасында қалған. Сонымен Малайзиядағы биліктегі текетірестер қарсаңында парламенттік сайлауда Махатхир Мохаммад бастаған Малайзия ұлттық бірлестігі партиясы Альянс Малайзия Национал Органик 57 мандатпен жеңіске жетеді. Бұл альянс билікке келгеннен кейін өзінің қарамағына, ұлтына, тіліне, діни ұстанымына қарамай барлық ұлттардың өкілдерін шоғырландыра берді. Бұл алдын ала ұйымдастырылған сауатты саяси тактика болатын. Жетекшісі Махатхир Мохаммад бастаған бұл ұйым өзінің саяси ауқымын кеңейтіп, саяси реформаларға кірісіп, өздерінің қарсыластарына да саяси аренада жол ашып, ашық бәсекелес ойынын бастайды. Бұл ойынның ішінде де тілі мен дініне, нәсіліне қарай бөлу деген орын алмайды. Осы саяси тактикалық қадамдар арқылы ұйым малай ұлтының ең алдымен әлеуметтік жағдайын жақсартуды қолға алды. Ең басты мәселе елдегі құлдыраған әлеуметтік жағдайды көтеру. Ең алдымен малайлықтардың жағдайын өзге ұлттармен теңестіру. Өндіріс орындарын салу, пальма майы өндірісі, ауыл шаруашылығын жандандыру, экономикалық әртараптандыру алда тұрды. Дұрыс ашылған реформалардың арқасында өзгеше ойлайтын саяси практикада белсенді топтар қалыптасып, үлкен ойындарға кіріседі. Ашық алаңда бәсеке қалыптасады. Осының арқасында елде ақырындап технологиялық прогрестерге жол ашылады. 1969 жылдан басталған Малайзиядағы саяси әлеуметтік реформалар ақырындап өзінің жемісін бере бастады. Әлеуметтік селпірістер жасалып, өндіріс орындары салынып, малайлықтар легі-легімен кәсіпке тартыла бастады. Елде сауатты приватизация процесі жүргізілді. Бар жоғы 20 жылдың ішінде малайлықтардың барлық бизнес саласындағы үлесі 45%-ға дейін артты.
ғылыми техникалық прогрестерге жол ашылып, компьютерлік дәуір басталды. Елде тұтасымен мемлекет құрушы малайлықтар елдің қожайыны деген ұстазды иеленіп, банк саласында инвесторлық пакеттерге қол жеткізіп, компаниялардың акцияларын иеленді. Өте сауатты ғылыми реформалардың нәтижесінде малайлықтар өзге келімсектер мен шетелдік инвесторларды ақырындап ысырып, елдерінен шығарып тастады. Мұның барлығы Махатхир Мохаммадтың сауатты реформаторлық әрекетінен бастау алды. Ал енді бізде біздің қолымыздан не келеді? Бәрібір шешіп қойған ғой деп отыра береміз бе? Әрине, бәрін шешіп қояды, сенсіз ақ. Егер де сен бәрін бізсіз ақ шешіп қояды деп отыра берсең, онсыз да 30 жыл бойы сенсіз ақ бәрін шешіп келді. Отыра берсек, олар бәрін өз мүдделері үшін шеше береді. Ойлана білсек, қазақ елі тұтас қоғамымен бірге тарихи жолайрыққа келіп тоқтап тұр. Не алға қарай қозғаласың, не болмаса көлшікте қаласың. Шығатын жол бар. Ол мінез бен білім, азаматтық белсенділікті салу ғана. Қазіргі уақыт азаматтарымызды ұлттық тұтастық идеясына жұмыс жасай алады ма деп тосып отыр. Бізге ендігі біреулердің шарбақтың сыртында тұрып үргеніне назар салатын кез емес. Халықтық идея төңірегіндегі топтаса білу, ортақ идеяға бірігіп жұмыс жасау ғана тиімді. Қоғамның талабын жеке тұлға арқылы өткізе алмаймыз. Біз тек азаматтық қоғамның белсенді дауысы мен мінезі, білігі мен тәжірибесі арқылы ғана өз талаптарымызды өткізе аламыз. Ертең еркіндікке шығып жатса, елдегі барлық реформаларды қоғамның талқысына шығарып, ретімен іске асыруымызға әбден болады. Алдағы уақытта саяси әрі ұлттық потенциалы жоғары елшіл жастар тобын парламенттің қабырғасына өткізу керек. Өзгеріс осы тараптан басталатынына күмәнім жоқ. Махатхир Мохаммад дәл осылай жасаған болатын. Махатхир Мохаммад 1925 жылы 20 желтоқсанда дүниеге келген. Мамандығы дәрігер, Сингапур университетінің түлегі, 20 ғасырдың 4-ші сирегінде әлемге танылған әлемдік деңгейдегі талантты реформатор, малай билігіне жаңаша леппен өзгеріс алып келген тұлға. 19 жасынан бастап Малай ұлттық бірлестігі ұйымының мүшесі. 1969 жылдан бастап осы ұйымның атынан парламентке депутат болған. Дәл осы кезеңнен бастап оның элиталық қызметтік карьерасы басталған. Махатхир Мохаммадтың негізгі ұстанымы малай ұлтының азаттығы жолындағы күрес. Малай ұлтын оккупанттардан, Қытай мен ағылшындардан азат етіп, елдегі малай ұлтының әлеуметтік жағдайын көтеру. Басқыншы инвесторлардан малай ұлтын білім мен өркениетке ұмтылу арқылы азат етіп, бүкіл қаржы мен бизнесті малайлықтарға алып беру. Ұлтты білім мен технологиялық прогресс жолына жұмылдыру болған. Тығырықтан шығу үшін елдің негізгі саласы экономикадан бастаған. Бұл атақты реформатор өз дегеніне жеткен. Осы жолда талай рет жеңіліс тапса да алған бетінен қайтпаған. Малайзия халқына ақыр соңы қара түнектен ғылым мен прогрестің даңғыл жолына алып келген. Малайзияны мультимедиялық супер коридорға айналдырған осы адам. Сингапурдегі Ли Куан Ю секілді Махатхир Мохаммадты да малайлықтар төбесіне көтереді. Қысқаша тарих осы. Бұл азаматқа ұлтыңызды осы жолға жетектеп келуіңізге қандай күш себеп болды дегенде, өзі бұл планетада менің алдымда бір ғана адал миссия болады. Ол ұлтымды құтқару. Ол ұлтыма деген махаббат. Менің ұлтымды осы қара түнек пен тығырықтан алып шығу жолында ғана оған деген махаббатым өз көзіме ұлтымның бірде-бір кемшілігін көрсетпеді. Ұлт пен мемлекетке деген махаббат маған орынсыз ашулану мен түңілуге де жол бермеді, деп жауап беріпті. Алдағы уақытта бұл тұлға жайында көп жазылатын болады. Егер де бауырым жаңа қазақ қыланы ұнаса, астындағы подписация батырмасын басып, қасындағы қоңыраушаны басып кет. Бізбен бірге болыңыздар.